Келесі 1196 есебіміз. Екі санның арифметикалық ортасы 27,49-ға тең. Бірінші сан екінші саннан 3,48-ге кем дейді. Сонда екінші санды біз x деп өрнектеп алайық. Ал бірінші сан одан 3,48-ге кем екен. Енді бірінші санда және екінші санда табыңыз. Бізде арифметикалық ортасы белгілі. Яғни арифметикалық ортасы дегеніміз екеуін қосып санына бөлем. Сонда бірінші санымыз x-ке тең, қосылған x азайтылған 3,48. Бұл бізде екінші сан. Бөлеміз 2-ге, себебі 2 сан бар. Ал арифметикалық ортасы бізде 27,49-ға тең. Енді осы теңдеуді шығарайық. 2x азайтылған 3,48 тең 27,49-ға 2-ге көбейтеміз. Ол тең болады бізде 54,98-ге. 2x тең 54,98 қосылған 3,48 болады. Сонда 2x тең болады. Екеуінің қосындысы бізде 58,46-ға тең. Ал x дегеніміз бұл жерде 58,46-ны бөлеміз 2-ге. X-тің нәтижесі 29,23-ге тең. Бұл деп отқанымыз x деп өрнектегеніміз екінші сан болады. Екінші сан. Ал бірінші санды табу үшін біріншісі сан x-тан, яғни 29,23-тен азайтамыз 3,48-ді. Нәтижесі тең болады 25,175-ге. Яғни бірінші санымыз 25,175-ге тең, екінші санымыз 29,123-ге тең болады екен. Келесі 1198 есептің біріншісін шығарайық. 3,5-1x қосылған 2,9x нәтижесі тең болады 36,6-ға. Ондық бөлшекке айналдырып, ол үшін 2-ге көбейтеміз. Сонда 3,2x-ге тең болады. Қосылған 2,9x тең болады 36,6. Әріпті өрнегісі ұқсас болғандықтан біріктіре аламыз. Ол бізде 6,1x-ге тең болады. 6. Ал x дегеніміз сол жерде 36,6-ны 6,1-ге бөлгенде 6-ға тең болады. Сонда x-тің жауабы 6-ға тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 5,16x азайтылған 2,4x. Нәтижесі бізде 4,8-ге тең дейді. Ұқсас мүшелерді азайта аламыз. Сонда 3,2x болады. Тең 4,8-ге. Ал x дегеніміз 4,8-ді 3,2-ге бөлгенде 1,5-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарамыз. Үшіншісі 9x минус 7,20-9x тең 4,3-ге. Ортақ жоқ. Ондық бөлшекке келтірайық. Ол үшін 5-ге көбейтеміз. Оны 9x азайтылған 7,20 145x болады. Тең 4,3. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Сонда 1,155x ол тең 4,3-ге. Ал x дегеніміз 4,3-ті 1,155-ге бөлетін болсақ 2,6-ға тең болады. Келесі
төртіншісін шығарайық. X қосылған 2,6 бөлінген 0,8-тен 7,45. X қосылған 2,6 тен 7,45 бөлінген көбейтілген 0,8 болады. Сонда X қосылған 2,6 көбейтіндінің нәтижесі 5,96-ға тең. X-тен 5,96-тан азайтамыз 2,16-на. X-тің нәтижесі тең 3,36-ға. Келесі 5-ші есеп шығарайық. 7,8 азайтылған Y бөлінген 6,1 тең 0,2. 7,8 азайтылған Y деймізде 0,2-ні көбейтеміз 6,1-ге. 7,8 азайтылған Y тең көбейтінің нәтижесі 1,22-ге тең. Ал Y тең 7,8-ден азайтамыз 1,12-ні. 122-ні. Оның нәтижесі тең болады. Сонда Y тең 6,158-ге. Келесі 6-шыны шығарайық. 16,5 бөлу 7,6 азайтылған Y тең 5-ге. 7,6 азайтылған Y тең 16,5-ті бөлеміз 5-ге. 7,6 азайтылған Y тең болады 3,13-ге. Y-тің нәтижесі 7,6-тан азайтамыз 3,13-ті. Сонда жауап тең болады 4,13-ге. Келесі 1199-ші есеп шығарайық. Арифметикалық ортасын табыңыздар дейді. Біріншісі 10,1 қосылған 9,4 қосылған 9,9. Арифметикалық ортасын табу үшін сандар санына бөлеміз. Сонда 3-ке бөлеміз. Тең болады. Қосындының нәтижесі 29,4-ке тең бөлеміз 3. Оның нәтижесі тең 9,18-ге. Келесі екінші есебін шығарайық. 11,2-ден 1 қосылған 9,7 қосылған 9,5-тен 4 қосылған 10,2 тең. Так, ондық бөлшек түрінде жазу үшін 5-ке көбейтейік, 2-ке көбейтеміз. Сонда 11,5 болады. Қосылған 2-ін қосылайық, 19,9 болады. 19,9 қосылған 9,8 бөлінген 4 санына. Мына жерде бөлу 4 деп жазсақшы. Тең. Сонда қосындының нәтижесі бізде 41,2-ге тең. Бөлінген 4 нәтижесі тең болады 10,13-ге. 4 деп жазу керекпіз міндетті түрде. Себебі арифметикалық ортасын табу үшін санына бөлу керек. Келесі үшіншісін шығарайық. 20-дан 9 қосылған 0,165 қосылған 5-тен 2. Ондық бөлшек түрінде жазылайық. Ол үшін 5-ке көбейтеміз, так 2-ке көбейтеміз. Сонда 0,145-ке тең болады. 65
қосылған 0,4 бөлінген 3 саны. Мына жерде тағы да 3-ті ұмытып кеттік. Тең, ол дегеніміз сонда 1,5 бөлінген 3. Арифметикалық ортасы сонда 0,5-ге тең екен. Келесі 4-шісін шығарайық. 5,9 қосылған 6,1 қосылған 6 қосылған 4,8 бөлінген 4 санға. Оның нәтижесі 22,8 болады. Бөлеміз 4, жауап тең 5,7-ге. Келесісін шығарайық. 5-шісі 3,6 қосылған 3,4-ден 3 қосылған 3,166 бөлінген 3 тең. Так, неге айналдырайық? Ондық бөлшекке айналдырайық. Сонда ол қараңыз. 3,6 қосылған 3,175 болады. Қосылған 3,166 бөлінген 3. Қосындының нәтижесі 11,100-ге тең болады. Бөлінген 3, жауабы тең 3,167-ге. Келесі 60-сын шығарайық. 5,121 қосылған 4,198 қосылған 5,114 қосылған 8,167 бөлінген 4 болады. Қосындының нәтижесі 24-ге тең. 24-ті 4-ге бөлетін болсақ, 6-ға тең болады. Сонда арифметикалық ортасы 6-ға тең болады екен. Келесі 1200-ші есебіміз. Шаруашылық бірлестігі үшін жерге бидай егіп 16 гектар жерден 280 центнер, 12,15 гектар жерден 225 центнер, 11,15 гектар жерден 197,18 центнер өнім алды. Орта есеппен 1 гектар жерге қанша бидай өнім алды дейді. Бізде формуласы беріліп болған, дайын барлық өнім массасын жазыңыз дейді бірінші. Ол бізде 280 центнер. Оған қосамыз 225 центнер. Қосамыз 197,18 центнер. Бұл бізде барлық өнім массасы. Енді егілген жердің ауданын жазыңыз дейді. Ол бізде бастапқыда 16 гектар болды. Одан кейін 12,15 гектар болды. Оған қосамыз 11,15 гектарды. Тең, нәтижесін алайық. 40 гектар болады, ал алымда 702,18 центнер болады. Сонда жауабы 17,157 гектарға тең болады екен. Ол центнер өнім болады екен. Ол деп отқанымыз бізде сын нұсқасында. Келесі 1201-ші есебіміз. Алма егілген 3 бақтың әрқайсының ауданы 12 гектар. Бірінші бақтан 1029,16 центнер өнім алған. Екінші бақтан 918 центнер өнім алған. Ал үшінші бақтан 1166,14 центнер өнім алма жиналды дейді. Алма қатардан алынған орташа өнім неше центнер дейді. Оны білу үшін бөлеміз әрқайсы 12 гектардан. Сонда 12 қосылған 12 қосылған 12 себебі бізде 3 бағымыз бар. Қосындысын алайық, ол 3114-тен оны бөлеміз 36-ға. Сонда 86,15 центнер алма алынған екен. Орташа өнімі. Келесі 1202-ші есеп шығарайық. Велосипедші 13,16 км сағат жылдамдықпен
1,5 сағат тас жолмен жүрді деді. Қанша жол жүрген біліп алайық. Сонда S1 деп отырғанымыз ол жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі. Сонда 13,6 километр сағатты көбейтеміз 1,5 сағатқа. Нәтижесі тең болады 20,4 километрге. Екінші 0,2 сағат демалған соң дейді. Енді бұл жерде жүрмеді, сондықтан да S2-міз тең болады 0-ге. Келесі S3-міз 9,18 км сағат жылдамдықпен 9,18 км сағат жылдамдықпен ол жүрді 0,15 сағат. Ол кезде жүрген жолы сонда бізде 4,9 километр болады екен. Велосипедшінің орташа жылдамдығын табыңыздар дейді. Яғни жүрілген жолмен кеткен уақытты бөлеміз. Сонда орташа жылдамдық сонда былай болады. 20,4 километр қосамыз 0, қосыламыз 4,9 километр бөлеміз. Жұмсаған уақыты 1,5 сағат, қосамыз 0,15 сағат және 0,2 сағат, яғни демалған уақыты. Нәтижесі соны 25,3 километр болады, бөлінген 2,2 сағат. Сонда 11,15 километр сағат бізде орташа жылдамдығы болады екен.